тәрбиеленушісі. Біз бүгін ұлымыз екеуміз үй жағдайында жаңбырдан кейінгі болатын құбылыс кемпір қосақ түсін зерттейтін боламыз. Ал ол үшін бізге 4 бос стақан керек, сосын бізге су керек, бізге қант керек, бояулар керек түстерін шығару үшін, сосын бізге қолданатын шприц керек болады. Ал бос шыны стақан керек болады. Ал балам, біз зерттеуге кірісейік. Бізде бірінші стақанымызға қант салмаймыз, ал екінші стақанымызға біз жарты қасық қант саламыз. Сала ғой. Сала ғой. Ал енді үшінші стақанымызға бір қасық саламыз. Ал енді екінші стақанымызға бір қасық салып жібереміз. Ал біз енді қант салынған стақандарымызға бірдей мөлшерде етіп, қарапайым суымызды құйып аламыз. Мен өзім құйып алайын бірінші саған. Кет тұтар ғой, саған көмектесейін. Бірдей мөлшерде болу керек. Жарайсың ғой. Әнекей, суымызды құйып алдым. Ал енді біз осы құйып алған суымызды қантымызды әбден еріп, жоқ болып кеткенше араластырып аламыз. Ал енді біз қантымызды әбден ертіп алдық. Ал енді біз осы суларға, стақандағы суларға біз түстерімізді салып араластырып аламыз. Қаламның көмегінде. Бірінші біз қызыл түсімізді аламыз. Қызыл түсімізді аламыз. Ал жаңғырым араластыра ғой. Араластыра ғой. Ал енді біздің екінші түсіміз. Қандай түс? Жасыл түсіміз. Енді жасыл түсімізді салып араластырып аламыз. Араластырғыш. Енді үшінші түсіміз сары түсіміз. Сары түсімізді салып араластырып аламыз. Араластырамыз. Енді соңғы түсіміз көк түспен араластырып аламыз. Араластыра түсіміз. Біз түстерімізді шығарып алдық. Ал енді біз қанша бізге қандай түстерді шығардық біз? Шынарға өтшімін. Қызыл, жасыл, сары, көк. Көк түс, жарайсың. Ал енді біз осы түстерді алып, шприц көмегімен аламыз. Қандай қалай суды? Ал мен балама көмектесіп жіберейін. Ал екеуміз стақанға құямыз. Қызыл түсімізді құйып алайық. Ал енді екінші түсімізді алайық. Сен тұтар ғой шприцімізді. Ал жасыл түсімізді тартып алайық. Ал енді мен стақанға өзім құйып жіберейін. Біз шприцпен суды құйып жатқан кезімізде әбден соңына тақап тұрып, сосын бәрі суымызды жібереміз. Ал енді сары түсімізді алайық. Суымызды. Ал алдық енді стақанға мен өзім құйына беріп тұр. Жаймен жібереміз. Ал енді соңғы көк түсімізді аламыз. Соңғы көк түсімізді. Ал мінекей, балам, біз екеуміз біз ненің түсін зерттеп шығардық? Кемпір қосақтың түстерін біз ұлымыз екеуміз зерттеп шығардық. Мінекей. Ал осымен біздің бүгінгі зерттеу жұмысымыз аяқталды. Сіздер де осылай үй жағдайында ұлдарыңызбен